Қойшы, неге жылап отырсың? Сенің есіңнен енді өлетін болдым. Неге? Есіңнен өткен жолы аю сені қолам деп кеудесі сүйіп, өкшесі сыймай қысылып қалған кезде соны мен ауылға айтқан едім. Сол балалар енді әңгіме қосып айтқан үшін аю мені енді жем дейді. Ой қойшы, онда саған көмектесейін. Аюдан құтылуын бір амал табайын. Мен сені аюдан құтқарсам, сен менің ақылыма не бересің? Ойбай, не қалайсың, соны берейін. Мен сені аюдан құтқарсам, сен маған өзіңнің бір бүйрегіңді бересің бе? Басқа амалым жоқ, берсем берейін. Ертең ауылына барып демал, аюды көр. Мен анау жерде шаңды бұрқыратып мен жүрейін. Аю анау бұрқыраған не шаң деп сұраса, ей, ол ханның баласы, әйелі аюдың жүрегіне жүйрік болып жүр деп айтасың. Аю қорққаннан қашып кетуі мүмкін. Екеуі уәделесіп екі жаққа тарасады. Келесі күні қойшы басын салбыратып келеді. Қойшы, анау бұрқырап жатқан не шаң? Ол ма, ханның баласы ғой. Әйелі аюдың жүрегіне жерік болып, соны іздеп жүр. Ойбай, қойшым, онда мен тезірек қашайын, тек сен мені көргеніңді айтпа. Жарай ма? Жарайды. Түлкі қуланып келеді. Қойшы, енді уәдеңде тұр. Маған бір бүйрегіңді әкел. Қойшы жыламсырап шапанның белбеуінен шеше бастайды. 3 күн бойы жөнді тамақ жемеген, жөнді ұйықтай алмаған қойшының іші шырылдап жатыр. Түлкі қойшының ішіне тіге алды. Олма, түнеу күні бір тазының ішін жұтқан едім. Енді сол ішті тазы болып, ішінен шаң деп ұңсылап жатыр. Ойбай, қойшы, онда екеуміз дос болайық. Анау ішіндегі тазың шығып кетпей тұрғанда, мен тезірек қашайын. Түлкі алды-артына қарамай қашып кетеді. Түлкіден қолы үйренген қойшы басына түскен ауыртпалықтан осылай құтылады.